Баршаңызға сәлем оқушылар, 7-ші сыныптың қазақ тілі пәнінен 5-ші бөлімнің 3-4 сабағы музыкалы бағыттар мен аспаптар тақырыбына тапсырмаларды дәл қазір орындайтын боламыз. Сабақты міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Екінші тапсырма: мәтіндегі музыка жанрына қатысты терминдік атаулардың түсініктемесін іздеп тауып, қос жазба күнделігі әдісімен толтырыңдар. Бірінші классикалық музыка. Классикалық музыка күрделі құрылымы бар, дәстүрлі музыкалық қағидаларға негізделген жанр. Бұл музыка көбінесе симфониялар, сонаталар, опералар және концерттік шығармалар түрінде кездеседі. Ол 17-19 ғасырларда дамып, әлемдік музыка мәдениетінің ірге тасын қалады. Белгілі композиторлары Бетховен, Моцарт және Бах. Джаз жанры. 20 ғасырдың басында ақш-та пайда болған жанр. Ол афроамерикалық музыкалық дәстүрлер мен еуропалық әсерлерді біріктірген. Оның негізгі ерекшеліктері импровизация, күрделі ырғақты құрылымдар және эмоциялық тереңдік. Поп-музыка 20 ғасырдың ортасында пайда болған, тыңдаушылардың кең ауқымына арналған коммерциялық жанр. Оның ерекшелігі қарапайым әуендер, ырғақты қайырмалар және заманауи технологияларды пайдалану. Майкл Джексон, Мадонна, Бейонсе сияқты танымал әртістер осы жанрдың жарқын өкілдері. Оқушылар, бұл тапсырманың жауаптарына әлеуметтік желілерден қосымша материалдар көрсетілген. Үшінші тапсырма: мәтінде қарамен жазылған фразеологизмдерді синониммен ауыстырып айтыңдар. Қандай өзгеріс болғанын парталасыңа түсіндіріңдер. Дүниенің төрт бұрышында деген сөз қарамен берілген екен. Синониммен ауыстыратын болсақ, әлемнің барлық жерінде өзгеріс. Фразеологизм бейнелі түрде айтылып, оқырманға ой салады. Ал синоним нақты, бірақ бейнелілік, яғни көркемдік азаяды деп жауап береміз. Өмірге келді фразеологизмнің синонимі дүниеге келді. Ал синониммен ауыстырғандағы өзгерісі мағына сақталады, бірақ өмірге келді тіркесі көбірек эмоционалды әсер береді. Әлемге танымал фразеологизмнің синонимі бүкіл дүние жүзіне белгілі. Сұранысқа ие фразеологизмнің синонимі қажеттілігі жоғары. Ықпалын тигізді фразеологизмдерінің синонимі әсер етті. Көз жүгіртетін фразеологизм синонимі шолу жасайтын. Куә боламыз синонимінің фразеологизм синонимі көріп отырмыз. Барлық фразеологизмдердің астында синониміне ауыстырғанда қандай өзгеріске ұшырағаны көрсетілген. Төртінші тапсырма: берілген етістіктерге келер шақ жұрнақтарын жалғап түрлендіріп жазыңдар. Келер шақ дегеніміз, оқушылар, қимылдың, іс-әрекеттің сөйлеп тұрған сәттен кейін болатын, яғни алда, болашақта болатынын білдіретін шақ түрі. Енді өмірге келу деген сөзді біз келер шақтың жұрнағын жалғап түрлендірсек, өмірге келер, өмірге келмек, өмірге келмейк деп өзгертетін боламыз. Бұл жердегі етістіктер келер, келмек, келмей. Енді мен сіздерге түбір жұрнағын ажыратып көрсетейін. Келер сөзін талдайтын болсақ, түбірі кел, етістік ер, бізде ар, ер, арысы деген ар, ер, ырсы деген жұрнақ арқылы жасалатын келер шақ, бұл болжалды келер шақ, яғни өмірге келер дегеніміз бізде болжалды келер шақ, өмірге келмек түбірі кел, етістік, мек бізде мақсатты келер шақ, мақ, мек, бақ, бек, бақ, пек жұрнақтар арқылы жасалады. Өмірге келмей түбірі кел, етістік, ме болымсыз етістігінің жұрнағы, и бізде осы ауыспалы келер шақтың көсемшесінің ауыспалы келер шақ, оның көсемшесінің жұрнағы, көсемшеде бізде а, е, и жұрнақтары арқылы жасалады. Барлығы осы ар, ер, ырсы жұрнағы арқылы жасалатын болса, болжалды келер шақ, мақ, мек, бақ, бек, пақ, бек арқылы жасалатын болса, мақсатты келер шақ, а, е, и жұрнағы арқылы жасалатын болса,
бізде ауыспалы келер шақ жұрнақтары деп айтылады екен. 5-ші тапсырма. Мәтінді оқып, қандай мәселе көтерілгені туралы пікірлеріңді 4 сөйлеммен жазыңдар. Мәтінде Қорқыт ата арқылы қазақ халқының рухани мұрасы мен өнерге деген ерекше құрметі сипатталған. Бұл жерде музыкалық аспап қобыздың жасалуы мен оның киелі мәні көрсетіледі. Қобыз тек музыкалық құрал емес, рухани тереңдік пен өмірдің мәнін түсінудің нышаны ретінде бейнеленеді. Мәтін адамның қиялы мен шығармашылығы арқылы табиғатпен және әлеммен үйлесімділік табуға болатынын ұғындырады. Келесі тапсырма, 6-шы тапсырма, мәтіндегі етістіктер қай шақта қолданылған дейді, яғни Қорқыт ата туралы, қобыз туралы мәтін берілген бізде 5-ші тапсырмада. Енді сол тапсырмадағы етістіктер бірінші көреді сөзін талдап көрейік. Түбірі көр, етістік е. Бізде көсемшенің жұрнағы, д, жіктік жалғауының 3-ші жағы. Осы жерде бір ескерту, егерде а, е, и көреді деген сөз сияқты көсемшенің жұрнағына кейін д, д, т, т деген жалғауды көретін болсаңыздар, ол міндетті түрде жіктік жалғауының 3-ші жағы болады. Осыны естен шығармаңыздар. Көреді сөзі бізде ауыспалы келер шақ, береді бізде ауыспалы келер шақ, болар түбірі бол, етістік ар, бізде болжалды келер шақтың жұрнағы ар, ер, ырысы деген бөленеді. Бізде ауыспалы келер шақ, тыңдайды, ауыспалы келер шақ. 7-ші тапсырма. Мәтінді оқыңдар. Мәтін соңына берілген тапсырманы орындаңдар. Шертер, оны көбіне мал бағатын бақташылар тартатын болған. Асатаяқ, сілку арқылы үн шығаратын көне музыкалық аспап. Домбыра, ішекті шертпелі аспаптар тобына жатады. Дауылпаз, ағаш тоқпақпен ұру арқылы дыбысталады. Жетіген, өте ерте заманнан келе жатқан 7 ішекті шертпелі музыка аспабы. Қолқобыз, ішегі жылқының қылынан жасалады. 7-ші тапсырманың бұл енді бізде мәтін соңында сәйкестендіру тапсырмасы деп көрсетілген. Оқушылар шатасып кетпейік. 8-ші тапсырма. Мәтінді оқыңдар. Қазақтың музыкалық аспаптарының кешегі және бүгінгі жіктемесіне назар аударып, ой қозғаңдар. 9-шы тапсырма. Мәтіндегі негізгі ақпараттарды анықтап, 5-3-1 әдісі бойынша тұжырымдап жазыңдар. Яғни 5 сөйлем, 3 сөз тіркесін, 1 сөз жазуымыз керек. Бірінші 5 сөйлем жазып алайық. Қазақтың музыкалық аспаптары ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа мұра болып келе жатқан мәдени мұра. Қазақтың музыкалық аспаптарының өзіне тән ерекшеліктері бар. 3-ші сөйлем. Музыка аспаптары қазақ халқының тіршілігінен хабар береді. 4-ші сөйлем. Қазақ халқы музыкалық аспаптарды ерекше қадірлеген. 5-ші сөйлем. Музыкалық аспаптар бірнеше топтарға бөлінеді. Келесі бізде 3 сөз тіркесі. Бірінші сөз тіркесі музыкалық аспаптар, 2-ші сөз тіркесі мәдени мұра, 3-ші сөз тіркесі қазақ халқы. Енді бір сөз жазуымыз керек. Осы мәтіндегі негізгі ақпараттың мән мазмұнын ашатындай мен өнер деп қойдым, немесе өнер, 2-ші атаумен мәдениет деп қойсаңыздар болады бір ғана сөзбен. Өйткені біздің мәдениетіміздің айқын көрсеткіші бұл өнер. Сондықтан өнер немесе мәдениет деп қоюға болады. Бұны енді өздеріңіздің жан қалауларыңыз біледі, оқушылар. 10-шы тапсырма. Қазақ музыка өнеріндегі ішекті және соқпалы аспаптар туралы диалог құрыңдар. Диалогты келер шақта айтыңдар.